Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Жазып қайырлы күн. Мына бізде көгершіндер жүр. Мына жер көрші шарғанда жүр. Видео басталмастан бұрын менің арнама жазылып, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Так, біздер енді жаңалық өте көп. Алла берсе барлығын жайлы бірте-бірте айтатын болам. Так, мына бізде индеоткалар тұр. Бұларда жұмыртқа туып жатыр. Индеоткалар шылқып жүрген кәдімгі астын бар ғой. Бізде мында австралоп тұр. Мында қояндар бар бізде. Әлі көжектері. Так, сосын бізде мында адлер породасы бар. Шүкір, тауықтардың барлығы жұмыртқа туып тұр. Қазір енді светтің барлығы айырылып тұр. Температура міне плюс 10-да тұр. Мына екі лампочканы айырып тастадым. Соның өзіне плюс 10-да тұр. Осы бізде жаңалық негізінде өте көп. Тауықтар жұмыртқа туып жатыр. Алла берсе 20-21-леріне қарата инкубационныйдан салып қойған жұмыртқамыздан балапандар шығады. Және де біздер қазір адлердің жұмыртқасына заказ алып жатырмыз Орал қаласынан. 250 теңгеден. Алла берсе, уже біздер инкубация жұмыртқа алып қойды, уже заказ. Соны қазір жинап жатырмыз. Ертең Алла берсе 15-інде жиналған жұмыртқаны клиентке тапсырамыз да. 15-ден ары қаратай тағы да заказ қабылдайтын боламыз. Заказ берем дейтін болсаңыздар, алдын ала записка жазылып қоясыздар, 50% ақшасын төлеп қоясыздар міндетті түрде. Потому что біреулер жинап бер алам дейді. Басқа кісіден отказ бересің, сосын ана кісі жұмыртқаны алмай қалады, сонымен уақыт өтіп кетеді. Бізде шүкір, қазір тауықтар жұмыртқа тұрлатып туып жатыр. Австралоп дем алып жатыр. Австралоп жұмыртқасы туып жатқан жоқ. Бізде пока тек қана адлер туып жатыр. Сосын индеотка туып жатыр. Бірақ индеотканың жұмыртқасын заказ алып жатқан жоқпыз. Өздері туа берсін, үйдегілер жеп жатыр оны, ал адлердің жұмыртқасын жинап жатырмыз. Алла берсе айтпаш тағы да бір порода келеді. Анандай қайтсам, домашний порода бар ғой, кәдімгі обычный тауықтар келеді. Оларды енді мына жерге қосатын шығармыз деп отырмын. Индеоткалардың қасына. Сосын тағы да мыналардың барлығын бітейміз. Алла берсе мынаның барлығын бітеп тастаймыз. Көгершіннің қорасын мына жерге шығаратын боламыз. Так, сосын мына жақта да мынандай ашылып тұрған жерлердің бәрін ағаштарын бітеп, полный бітеп тастаймыз. Мына екі орта ашылады. Сол ағаштармен мына жақтарын барлығын бітеп, уже мына жағында тауық, анда тауық болады. Мұнда келетін тауықтар мына необычный тауықтар көрдіңіз. Сақалы бар, хохлатый, лохматый, сосын бір жақта шайтан тауық, бір жақта домашний тауықтар, сондай порода тауықтар келетін болады, Алла берсе. Сол әзірге осы каналға тіркеліп қойыңыздар. Алла берсе тасқа заказ беріп қойдым. Алла берсе көктемде ракушник тастар келеді, керамзит болып келеді. Сонымен, жаңадан қора салып бастап кетеміз, Алла берсе. Сол үшін барлықтарыңызды каналға тіркелуге шақырам. Және де лайк басып, поддержка беріп қойыңыздар, комментарий міндетті түрде жазып кетіңіздер. Все, давайте достар, келесі видеода көріскенше сау саламатта болыңыздар.